Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай пияздан өте дәмді пияз сақинасын дайындаймыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Осындай 3 дана пияз қажет, жуып тазалап, сақина етіп, домалақ етіп турап аламыз. Қатты жұқа қылмаймыз. Осындай орташа көлемде тураймыз. Міне үшеуінде турап дайындап алдым. Енді үлкендеу жағын өзімізге аламыз, кішірек жақтарын бөлек қоямыз. Аса көп ингредиентті қажет етпейді. Керекті ингредиентті описанияға жазып қалдырамын. Үлкендеу жағы бізге қазір керек болады. Міне барлығын дайындап алдым. Енді бізге керекті 2 дана жұмыртқа, панировочный сухари және ұн. Жұмыртқаға шамалы тұз сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Бірінші кезекте ұнға батырамыз, сосын жұмыртқаға, сосын сухаримізге батырамыз. Менде чикенге арналған сухари, сіздер кішкене ірі көлемдегі сухариді алсаңыздар болады. Мен үйдегі бар сухариді пайдаландым. Міне осылай ұнға, жұмыртқаға және сухариге батырып, осылай әдемелеп дайындап қоямыз. Енді табамызға май құйып, майды қыздырып, осылай пиязды салып, жақсылап қуырамыз. Бірінші жағы қызарған кезде екінші бетіне аударып, тағы да қуырып аламыз. Жылдам әрі оңай жасалады және балаларға да қатты ұнайды. Описание бөлімінде менде жылдам әрі тез жасалатын тағамдардың өте көп рецепттері бар. Кіріп көріп, менімен бірге дайындап көріңіздер. Міне бір беті пісті, енді екінші бетіне аударып қуырдым. Рецепт ұнаған болса, WhatsApp желісіне таратып қойыңызды сұраймын. Екінші беті деп қуырылғаннан кейін осылай қағаз салфетка төсеп, ыдысқа барлығын майдан аламыз. Міне осылай кетчупке немесе майонезді кетчупке араластырып, осылай соус жасап, батырып жесеңіздер, қытырлақ әрі дәмді болып шығады. Осылай жасап көріңіздер, өте оңай, тез жасалады, әрі дәмді болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.